Халық қайырымдылық қоры ұсынады. Сонымен, бүгін әңгіме бір-бірімен соқтығысып қалатын галактикалар туралы болады. Ғалам жұлдыздар жүйесіне лық толы. Біздің естуімізше, олардың саны 100 миллионнан асады. Және бұл бізге белгілері ғана. Олардың түстері мен көлемдері, салмақтары әр алуан. Дегенмен, салмақтары мен көлемдерінің әртүрлілігіне қарамастан, шартты пішіні бойынша өте ұқсас. Бүгін біз ерекшеліктеріне тоқталамыз. Миллиондаған галактикалардың шамамен біреуі бұл пішіндердің бірде-біреуіне сәйкес келмейді. Ол өте ерекше, қатты иіріліп бұрмаланған пішінге ие. Бұл осындай оғаш түр беретін бір галактиканың екіншісіне гравитациялық ықпалының нәтижесі. Біз осындай көптеген мысалдарды қарастырамыз. Өйткені олар біз бақылай алатын алыс ғарыштың әсерлі нысандарының бірі. Біз мұндай жүйелер қалай және неге қосылатынын қарастырдық. Оларды қалай зерттейміз? Сипаттамалары қандай? Және осы бір өзара ықпалдасу физикасы туралы не айтып бере алады? Сондай-ақ, мәнмәтін жайында кеңірек, яғни ғаламның бүкіл тарихы бойына галактикалар қалай өзгеріп, дамитыны туралы мысалдар іздедік. Әйтсе де, пекулярлы галактикалар туралы айтпас бұрын, кәдімгі галактика неге ұқсайтынын түсіну керек. Олардың екі түрі бар. Галактикалар көлемдерінің әр алуандығы орасан. Олар қайда болсын сонда орналасқан. Және көлемдері бірнеше мыңдаған жарық жылынан шамамен жарты миллион жылға дейін. Олардың салмақтары әртүрлі. Біздің күннің бірнеше миллион массасынан біздің күннің ондаған триллион массасына дейін. Бірақ осындай әр алуандыққа қарамастан, барлық галактикалар ергежейлісінен алыптарына дейін екі-ақ пішінге ие. Ең көп таралғаны эллипстік галактика. Біреуі мына жерде және тағы бірнешеуі соның айналасынан орын тепкен. Бұл барлық галактикалардың шамамен 60%. Және олар қалай қарасаңыздар да бірдей көрінеді. Мұндай галактикалар футбол немесе регби добына ұқсайды. Және тек осі бойынша қаншалықты майысқандығы ғана өзгеруі мүмкін. Олар өте тегіс, өте симметриялы. Олар ашық сары, қызыл, ақ түсті болып келеді. Бұл негізінен жасы 11 миллиард жылға жететін аса ауыр емес, анағұрлым майда, өте ескі жұлдыздардан тұратындығының белгісі. Оларда жұлдыздардың құрылу үдерісі жүрмейді. Біз бұны онда көк түстің жоқтығынан білеміз. Негізгі себебі суық газдың өте аз болуы. Мынадай галактикаларда газ көп, бірақ ыстық. Сіздер оны рентген кескіндерінен көре аласыздар. Дегенмен, онда жиырылып жұлдыздарды қалыптастыратын суық газ аз. Және бұл әдеттегідей көлемдірек галактикалар. Олар мынадай аса ірі алып бола алады. Сондай-ақ олар көптеген шиыршықты галактикалардан анағұрлым ауыр. Сонымен, бұл галактиканың ең кең таралған түрі. Екіншісі бізге көбіне таныс, журнал үстелінде жатқан барлық кітаптарда және астрономия бойынша кітаптарда кездеседі. Себебі ол әдемірек. Олар кең таралмаған. Барлық галактикалардың шамамен 30%-ын құрайды. Бұл шиыршықты жүйелер сіздердің оларға қалай қарайтындарыңызға байланысты, олар әртүрлі көрінеді. Олар ортасы, дөңес, жалпақ дискіге ұқсайды. Менде бүйірінің көрінісі бар деп ойлаймын. Бұл ұшатын тәрелке сияқты. Оны үстінен немесе бір бүйірінен көруіңізге болады. Бұл бірге қуырылған екі жұмыртқа іспетті. Қос жұмыртқа сарауызы. Бұл жұлдыздардың дөңестігі. Ортада орналасқан жұлдыздардың шары сияқты. Ал жұмыртқаның ақуызы бұл айналасына жайылған жалпақ диск. Осылайша біздің жеке галактикамыздың жағдайында толық ұзындығы бір шетінен екіншісіне дейін шамамен 100 мың жарық жылын құрайды. Және бұл шиыршықты галактика. Бұл айналмалы жүйелер. Өздеріңізде байқағандарыңыздай, олар түрлі түсті. Мына суреттен қатты байқалмайды, бірақ олардың түсі алуан түрлі. Түстер құбылып тұрады. Мына дөңес ортасы сары, ақ және қызыл түсті.
Бұл ескі жұлдыздар. Дөңгелекте жұлдыздардың белсенді құрылуы жүреді. Дискідегі жұлдыздар әсіресе шиыршықты тармақтарына ашық көгілдір түске боялған. Көгілдір жұлдыздар бұл өте үлкен жұлдыздар. Көлемді жұлдыздар ұзақ өмір сүрмейді, шамамен бірнеше ондаған миллион жыл. Сіздер үшін бұл өте ұзақ уақыт сияқты екенін түсінем, бірақ астрономияда емес. Сондықтан, егер көгілдір жұлдызды көрсеңіздер, оның жақында ғана пайда болғанын біліп жүріңіздер. Дөңгелекте жұлдыздың құрылуы белсенді жүріп жатыр. Мұндай түйіндер орналасқан, яғни көгілдір жұлдыздардың шоғыры. Сонымен қатар, бұл жерде қызғылттау тұмандық бар. Мынау жұлдыздардың қосарлы шоғыры орналасқан ұлғайтылған галактика көрінісі. Сіздерге оны кейінірек көрсетем. Жұлдыздардың қуаты газды бұлттарды тұтандырады. Осылайша сутегінің жарқыраған атомдарынан қызғылттау тұмандық пайда болады. Көгілдір жұлдыздар шоғыры, қызғылттау газ тұмандығы. Бұл жұлдыздардың түзілу барысының жарқын көрсеткіші. Жұлдыздардың пайда болу үдерістері шиыршықты дискіде белсенді. Себебі онда толқындар дискідегі барлық газ арқылы өтетін сығылысу толқындары бар. Диск негізінен суық сутегіден тұратын жайпақ құймаққа ұқсайды. Ал тығыздық толқыны диск арқылы өткенде жұлдыздардың құрылуы үшін газды бұлттарды қысып, гравитацияның әсерімен олардың жиырылуына әкеп соғады. Бұл галактикалық тарамдар. Ескі жұлдыздар мен дискінің газды бұлттары арқылы қозғалатын және дискінің ішінде жұлдыздар құрылу барысын тездетілетін өте тұрақсыз элементтер саналады. Тағы бір көрсеткіш, дискідегі тозаң. Еске сала өтейін, шаң тозаң, суық, деформацияланған қызыл алыптар жойылып бара жатқан жұлдыздардың сыртында қалыптасады. Дискіде тозаңның көп мөлшерде болуы. Бұл шеңбердің ішінде көлемді жұлдыздардың көптеген буыны қалыптасу процесі жүргенін көрсетеді. Осылайша, галактиканың әрбір түрі жұлдыздардың пайда болуының әрқилы тарихы мен түсі және сыртқы пішіні бойынша ерекшеленетіні туралы айтып береді. Негізінде тіпті шиыршықты галактикалар бір-бірінен морфологиясы бойынша өзгешеленеді, және бұл дискіге қатысты дөңестің салыстырмалы өлшемдерімен байланысты. Осылайша сіздер дөңестігі басым, ал қалғандары көмескіленген жүйелерді көре аласыздар. Сонан соң дөңестігі өте кішкентай борпылдақтау, кедір бұдырлы галактиканы көзіміз шалады. Сонымен қатар, біз міне мынадай айқын шиыршықты галактикаларды кездестіре аламыз. Міне тағы бір жүйе. Тығыз бұралған галактикалардан шиыршықты тармақтары дөңестен дәл шықпайтын, жалғастырғыштың ұштарынан басталатын кедір бұдырлы галактикаларға дейін. Дөңестік жалғастырғыш пішініне созылғандай, ол кішкентай немесе ұзын болуы мүмкін. Сонымен, бізде бұралуы бойынша ерекшеленетін шиыршықты галактикалар бар. Олар сондай-ақ шиыршықты тармақтардың саны бойынша да өзгешеленеді. Бірақ олардың барлығы аталған өздеріне тән құрылымға ие. Эллипстік және шиыршықты галактиканың бір-бірінен айырмашылығы. Қарапайым тілмен айтқанда, айналуында болып тұр. Шиыршықты галактикалардың әр алуан түрлері арасындағы айырмашылықты да. Сіздер галактикалардың айналу жылдамдығы, өзегі қожалық ететін галактикалардан диск үстемдік жасайтын галактикаларға дейін өзегі мен дискінің арақатынасына байланысты ерекшеленетінін байқай аласыздар. Мұндай ортақ сипаттамалар былай құрылады деп ойлаймыз. Мысалы, сізде ыстық газды үлкен бұлттан пайда болған галактика бар делік. Ол өте симметриялы. Алдымен шағын жиынтық жасалады. Бірақ газды бұлт қысылған сайын ондағы кез келген айналу бұрыштық жағдайды сақтау есебінен күшейе түседі. Егер газды бұлтыңыздың үлкен айналу кезеңі жоқ болса, онда оның айналу жылдамдығы жеткіліксіз деген сөз. Сондықтан материя айтарлықтай жүйесіз жинала береді де эллипстік галактиканың құрылуына әкеп соғады. Эллипстік галактикалардағы жұлдыздар ортасының айналасында, бірақ кездейсоқ орбиталар бойынша айнала. Бұны шиыршықты галактикамен салыстырыңыздар. Алдымен өзегі қалыптасады, ал ол қысылғанда айнала бастайды. Айналу жылдамдығы ұлғаяды да жіңішкереді. Әрі қарай жұлдыздар мына дискіде кішкентай өзектің айналасында қалыптасады. Бұл аталған галактикалар арасындағы негізгі айырмашылық. Сонымен, бұл кәдімгі галактикалардың сипаттамасы.
Сіздер білуге тиісті ең маңызды нәрсе. Олар айрықша симметриялы. Галактикалардың барлық стандартты түрлері не симметриялық сипатқа тән. Ал бүгін біз қарастыратын галактикалар симметриялы емес. Олар аталған екі нұсқаға сәйкес келмейді. Олар қалыптан тыс. Бұрынырақ айтқандай, оқшау ғаламның миллион галактикаларының біреуі. Бірақ олар бейберекет ретсіз қозғалады. Олардың шиыршықты тармақтары, ұқыпты эллипстік пішіндері жоқ. Есесіне, галактикалардың екі түрінің де кездейсоқ элементтер жиынтығын көрсетеді. Өздеріңіз байқаған бір ерекшелік. Олар өте көгілдір. Олардың ішінде белсенді жұлдыз құрлы үдерісі жүруде. Олардың тозаңды бұлттары, ғарышта мыңдаған жарық жылына созылған жұлдыздардың оғаш құйрықтары бар. Олар өткен ғасырдың ортасында каталогқа кіргізіле бастады. Және ең атақты каталогты Хелтон Арп есімді жігіт жасады. Мен бүгін сіздерге таныстырған көптеген нысандардың Арп индексі бар. Олар осы каталогқа кіреді. Ол ақпараттарды жинап, жүйеледі. Олардың түсі терең көк. Және ең қызығы сол, кейбірінің сыңары бар. Сіздерде осы оғаштау морфология және жұпта екі галактика бар. Және жиі осы морфология бір галактиканы екіншісімен біріктіреді. Морфологияның бұл түрі бір галактиканың екіншісіне әсері нәтижесінде туындағанын меңзеп тұрмын. Бұл сұрақ үнемі қойылады. Сондықтан түсініп бере кетейін. Ғалам әлі де кеңеюін жалғастыруда. Әрі қарайда ұлғая береді. Галактикалар бір-бірінен 100 мыңдаған миллион жарық жылына бөлінген. Ғалам ұлғайып, галактикаларды тартуда. Және бұл үдерістер бір-бірінен қашықта жүріп жатыр. Бұл ғаламда болып жатқан барлық нәрселердің негізі саналады. Бірақ осы бір ұлғайып келе жатқан кеңістіктің қалталары бар. Онда екі галактика, бір-біріне сезілетін гравитациялық тартылыстың күші, оларды бір-бірінен алыстататын күштерден асып түсу үшін бір-біріне өте жақын орналасқан. Сол себепті галактикалар ғалам арқылы қозғалатын болады. Ғалам әлі де ұлғайып жатыр. Қалғандары бөлінуде. Дегенмен, галактикалар оқшау қалталар құруда. Галактикалар өте жақын орналасқандықтан бір-біріне қосылуда. Ал олардың гравитациясы өте күшті. Және бұл біз атаған Хаббл ағынының ерекшеліктері. Бұл ғаламның шағын аумақ аясындағы өзгерістер. Қобалжымаңыздар. Бұл кеңейіп жатқан ғаламға толық сәйкес келеді. Бұл бар жоғы әдеттен тыс тәртіп ошақтары. Сіздерде галактикалардың ауқымды шоғыры, тіпті әртүрлі шоғырлар кеңістікте жайылған жағдайда да гравитация ықпалымен бір-біріне таяу орналасқан 100 мыңдаған галактикалар бар болса, әлбетте біз осындай көрініске куә боламыз. Есте сақтаңыздар, бұл жай ғана оқшау өзгерістер. Қазір әрине, бұл біздің галактикада болып жатыр. Біздің галактика ғарышта оқшауланбаған. Біз тағы басқа 50 галактикамен бір топтамыз. Андромеда галактикасы және үшбұрыш галактикасы деген тағы екі шиыршықты галактика бар. Және аталған галактикалар әрқайсысында олардың серіктері саналатын екі кішкентай галактикаға ие. Біздің құс жолы айналасында ең кемі осындай 10 серік галактика бар. Олардың екеуін сіздер сәті түссе оңтүстік жарты шарының аспанынан көре аласыздар. Бұл Магеллан бұлттары. Ол үлкен Магеллан бұлты және кіші Магеллан бұлты. Төмендегі бұлт емес, комета. Бұл өте әдемі сурет және онда міндетті түрде құйрықты жұлдыз болуы тиіс. Бұл екі кішкентай ергежейлі галактикалар. Әрқайсының салмағы біздікінен 100 есе кішкентай. Олар біздің галактиканың төңірегінде 2 миллиард жылда бір айналады. Үлкен Магеллан бұлты бізге жақын орналасқан. Шамамен 170 мың жарық жылы. Кіші Магеллан бұлтынан жарық бізге 30 мың жылда жетеді. Осылайша, олар жұлдызды дискінің шегінен тысқары орын тепкен. Дегенмен олар бәрібір біздің галактиканың төңірегіндегі қара материяға және дискінің артында орналасқан біздің шоғырға шағылысады. Сонда қандай іс-әрекеттер жүреді? Олар аздап ыдырайды. Олардың морфологиясына жақыннан қараңыздарша. Біріншіден, олар шарға ұқсамайды. Эллипсті, шиыршықты емес. Олардың пішіні өте қатты бұрмаланған. Келесі бір ерекшелігі, олар өте көгілдір. Олардың айналасында әсіресе үлкен бұлттың төңірегінде ауқымды тұмандықтар бар. Онда көптеген жұлдыз құрылу процестері жүруде. Және осы кішкентай галактикалар біздің галактиканың ықпалынан бұзылуда. Біздің галактика үстемдік жүргізуде. Жұлдыздарды тарту осылай жүреді. Егер Магеллан бұлттарының қозғалу жолына зер салып қарасаңыздар, радио толқында кескіннен анық көрінеді. Мынау аспандағы біздің галактиканың бейнесі.
Магеллан бұлтын әр жерден көруге болады. Радио толқынды кескіннен байқағандай, олар біздің галактиканы сақиналайтын соңынан бейтарап сутекті газдың ұзын ағынын қалдырып отырады. Мұның барлығы осы галактикалардан алынып, біздікіне кіріктірілген. Яғни, осы екі галактика біздің галактиканы айнала баяу ыдырап, өзінің жолында орасан материя ағындарын қалдырады. Ол ұзаққа созылмай, ағындарды біздің галактиканың гравитациясы толық жойып жібереді. Және олар жалғыз емес. Мына екеуі аспаннан жақсы көрінеді. Бізге ең жақыны 1994 жылы ашылды. Бізге жақын орналасқандықтан оны табу қиынға түсті. Оның аты Сагдейк, немесе мергеніндегі ергежейлі эллипстік галактика. Ол аспанның көп бөлігін алып жатыр. Оны бірыңғай нысан ретінде қабылдау айтарлықтай қиын. Ол біздің галактиканың орталығы жанында, бізден қарама-қарсы бетте орын тепкен, және оның ғажайып құйылмалы құйрықтары бар. Ол толықтай ыдыраған және бізге өте жақын. Бұл таяу Магеллан бұлтына дейінгі арақашықтықтың 1/3 іспетті. Тек 50 мың жарық жылы. Ол біздің галактиканың қара материясының бөліктерінен ыдыраған. Және сондықтан да онымен болған оқиға біздің галактикада шоғырлар қалай бөлінетіндігінің жақсы көрсеткіші. Және соның әсерінен осы бір таңғажайып құйрықтар түзілді. Сонымен, егер үлкен галактиканың орбитасында ергежейлі галактика орналасса, ергежейлі галактика үшін бұл жақсы аяқталмайтыны айқын. Шындығында, шоғырлардың салыстырмалы түрде бөлінуі туралы ойланатын болсақ, таңғалатын ештеңе жоқ. Дегенмен, нәтижесі бірдей. Атап айтқанда, біздің галактикаға кері әсерін тигізеді. Серік массасы біздің галактикамен өзара іс-әрекетке түседі. Бұны біздің галактикада көрсете алмайтыным түсінікті шығар. Бірақ басқа галактикалардан байқауға болады. Ауытқу бар. Біздің дискінің бұрмалануы. Және біздің галактикаға қарағанда диск аздап жалпақтау болып көрінеді. Бірақ диск жайпақ емес. Оның бір шеті аздап төмен түскен, ал екінші шеті жоғары көтерілген. Бұл бұрмаланулардың кейбірі оның төңірегінде айналатын серік галактикалардың, сондай-ақ біздің галактика айналасындағы қара материяда бөлінетін ауытқуларының әсерінен болады. Сонымен, кішкентай галактикалардың ықпалы төмен. Себебі кішкентай галактикалар бар жоғы бізге көрші орналасқан. Біздің егізіміз бар, ол Андромеда галактикасы. Оның пішіні, көлемі және салмағы тура біздің галактика сияқты. Сіздер тіпті оның басты екі серік галактикаларын көре аласыздар. Және ол бізге өте жақын орналасқан. Бар жоғы 2,5 миллион жарық жылы. Бірақ біз оның салмағын, тартылыс күшін сезінеміз. Ол бізге теңдей қарама-қарсы орналасқан галактика ретінде сезіледі. Аянышты серік галактикаларға қарағанда ол бізбен теңдей қабылданады. Және біз бір-бірімізге қарсы шамамен сағатына 1 миллион шақырыммен қозғалудамыз. Сіз бір орында отырмын деп ойлауыңыз мүмкін, бірақ олай емес. Сіз орасан зор жылдамдықпен Андромеда галактикасына қарай бағыт алдыңыз. Ол да бізге қарама-қарсы жүйткіп келе жатыр. Және олар бір-бірімен соқтығысуы мүмкін. Астрономдар асыға күтуде. Галактикалар соқтығысқанда не болатынын білгіміз келеді. Біз оның үлгісін жасап шығарғымыз келеді. Біздің болжауымызша, бұл бірнеше миллиард жылдан кейін болады. Сондай-ақ, бұл тақырыпты симуляция көмегімен зерттейміз. Қазір құс жолы мен Андромеда жақындағанда не болатынын шағын симуляциямен көрсетпекпін. Олар бір-біріне айтарлықтай қатты ықпал жасайды. Бұл жеделдетілген симуляция. Әйтпесе біздің дәрісіміз өте ұзақ болатын еді. Уақытты төменгі сол жақ бұрыштан көруге болады. Ал бұл құс жолы. Ұмытпаңыздар, сіздер айналып тұрған дискідегі барлық жұлдыздар сияқты құс жолының бір бөлігі сіздер. Және орталығы мен шетінің ортасында тұрсыздар. Бақылауды құс жолынан бастаймыз. Сонан соң ауқымын сәл азайтамыз. Сонда төменгі оң жақ бұрыштан Андромеда галактикасын көре аласыздар. Андромеда қазір пайда болуы керек. Уақыт өте келе олар бір-біріне жақындайды. Екі галактика кездескенде, олар жай ғана соқтығыспайтынын байқайсыздар. Олар билейк және бір-бір арқылы бірнеше рет өтеді. Бірақ олар жақындап бірінші рет өткенде не болатынын қараңыздаршы. Қозғалысты жалғастырады, бірақ жұлдыздары ұзын құйрықтары мен иіндерін шашады. Және де бір-бірінің гравитациясының ықпалынан құтыла алмайды. Екінші рет жақындасқанда,
бір-бірін тартып, итеріп жібереді. Үшінші рет көрініс қайталанады. Осындай кішкентай кері серпіліс тынышталмайынша жалғаса береді. Олар бір-біріне қосылған іспетті жаңа галактиканы құрайды. Бұл галактика алғашқы шиыршықты галактикалардың бірде-біреуіне ұқсамайды. Ең дұрысы, ол ұшқалақ эллипстік галактикаға ұқсайтын болады. Сәл кешірек біз көп ақырғы өнімдерді көреміз. Әйтсе де, екі галактиканың барлық материясынан біз үлкен бір галактикаға ие боламыз. Сонымен, галактикалар бір-бірімен өзара әрекеттесе. Сіздер шамамен 8 миллиард жыл ілгері қадам бастыңыздар. Біз толық дерлік басқа үлгідегі жүйеге айналдық. Және бұл екі галактиканың өзара әрекеттесуінің көптеген ерекшеліктерін көрсететін жақсы мысал. Білуге тиіс бірінші нәрсе, ол тасымалы құйрықтар. Олар галактикалар алғаш рет бір-бірін арқылы өткенде пайда болды. Жұлдыздар мен газдың ұзын құйрықтары галактикалардан 100 мыңдаған жарық жылына лақтырып тасталды. Әлбетте, біздің жеке галактикамыздың ондай сатысына және өзара әрекеттесуіне әлі жеткен жоқпыз. Бірақ біз бұл үдерістің көріністерін бүкіл аспаннан және мұны пекулярлы галактикадан көре аламыз. Мысалы, жай ғана мына екі галактиканы бақылаумен салыстырыңыздар. Осылайша бұл симуляциялардың шындықтан алыс емес екенін білеміз. Өйткені біз үнемі оларды деректермен теңестіріп отырамыз. Сіздер бәлкім байқаған тағы бір таңданарлық жағдай. Өзге галактикаларға жақын орналасқан шиыршықты тармақ бұрынғыдан да созыла түсетіні түсінікті. Бірақ неге құйрық екінші шетіне қалыптаса? Неге бізде екі бағытқа да созылған құйрық бар? Неге галактикада екі тасымалы құйрық бар? Бұның мәні құйылу сөзінде жатыр. Гравитациялық ықпал салмаққа тәуелді. Дегенмен, бұл кері квадраттық тәуелділік заңы. Сондықтан ол арақашықтыққа қатты бағынады. Егер сіз екі есе алыстасаңыз, гравитациялық ықпал 4 есе азаяды. Және тасымалы құйрықтардың болуы галактикадағы тартылу күші біркелкі бөлінбегенін растайды. Түсіндіре кетейін. Міне, өз ісімен айналысып, ғалам арқылы баяу қыдырып жүрген кішкентай шиыршықты галактика. Егер кездейсоқ басқа галактикаға тым қатты жақындап кетсе, ол гравитациялық тартылысты сезінеді. Яғни оларды байланыстырған жіп пайда болды. Және ол біздің кішкентай галактикамызды аздап майыстырады. Бұл жағдайда ол галактиканы өзіне тартпауы тиіс. Тек сәл ғана майыстырады. Тобықтай түйіні, осы галактика өтетін гравитациялық өрістері арақашықтыққа байланысты өзгереді. Мәселен, галактикаға жақын сары жұлдыздар галактиканың өзіне қарағанда тартылыс күшін қаттырақ сезінеді. Ал қиыр жағындағы көк түске боялған жұлдыздарға қарағанда тартылыс күші галактикаға көбірек әсер етеді. Осылайша сары жұлдыздар галактиканың өзіне қарағанда қаттырақ тартылады. Ал галактиканың өзі көгілдір жұлдыздардан гөрі көбірек тартылады. Яғни көгілдір жұлдыздар артында қалып қояды. Енді айналып басқа күштер әсер еткенде не болатынын да көзге елестете аласыздар. Біз артында қалған материясы бар тасымалы құйрыққа ие боламыз. Және материясын басқа галактика өзіне тартпаған тасымалы құйрық. Сол себепті бүкіл галактика қайта кеңейеді. Ал оған әсер ететін күштермен салыстырғанда қандай бағытта айналатынына байланысты құйрықтар соншалықты алысқа таралады. Сонымен, олар тіпті бір-біріне қатты жақындаған кезде де кез келген бірігудің алғашқы айғағы бұл материал шиыршықты тармақтарда майысып алға қарай созылады. Мына материал қалай айнала бастағанын көре аласыздар. Шиыршықты тармақтардың бірінде қатты иілгендігінде байқаған шығарсыздар. Тіпті галактикалар бір-біріне қатты жақындаса да, құрылымның ішіндегі мына айқын асимметрияларға куә боласыздар. Одан кейін бірінші кездесуден соң жағдай қиындай түседі. Енді соңғы нәтижелері туралы. Мына симуляциядан көргендеріңіздей, олар расында да басқа галактикаларға ұқсамайды. Қосылуы аяқталмаған галактикаға назар аударыңыздар. Бұл нағыз бейберекеттік. Мұнда шаңды бұлт бар. Бәлкім, бұл қос шиыршықты галактика болуы мүмкін. Оларға бір жолата үйлесімді, өте салмақты, өте ұйымдасқан галактикаға айналу үшін тағы бірнеше ондаған тіпті жүздеген миллион жыл қажет болады. Сондықтан, бұл бірігулердің ақтық нәтижесі таңғаларлық және ерекше көрінеді. Аталмыш үдерістерді біз симуляция арқылы зерттеудеміз. Себебі адам өмірімен салыстырғанда галактикалар өте баяу қозғалады. Өзара әрекеттесуден өзгерістерді байқамайсыздар. Сіздер тек стоп кадрларды көре аласыздар. Бірақ біз болған оқиғаның үлгісін симуляцияда жасап, оларды ғарыштың әр жерінен жиналған стоп кадрлармен салыстыра аламыз. Және осы бір айқын көрсеткіштерден өзара әрекеттесу жағдайында бір галактиканың екіншісіне қатты әсер ететіндігі туралы тоқтамға келеміз. Бұл бір
бірқатар факторлармен байланысты. Мен қарастырғым келген ең бастылары мына слайдта көрініс тапқан. Біріншіден, бұл іске қосылған галактикалардың түрлері. Шиыршықтылары өте әлсіз. Бұл жұлдыздар мен газдардың жұқа, тегіс емес, созылыңқы дискілерін эллипстік галактикаларға қарағанда оңай ыдыратуға болады. Байқаған шығарсыздар, мен көрсеткен барлық симуляциялар шиыршықты галактикалармен болды. Себебі не болып жатқанын солар арқылы білу оңай. Айналаға шашылған оңай ажыратылатын компоненттер бар. Егер эллипстік галактика эллипстікпен соқтығысса, сіз эллипстік галактикаға ие боласыз. Және симуляция қызықты еш нәрсе көрсетпейді. Шиыршықты галактикаларда материямен не болып жатқанын анық көруге мүмкіндік бар. Мына әдемі пішіндерден байқағандарыңыздай, олардың осал тұстары жетерлік. Салыстырмалы салмақ. Бұны құс жолы галактикасының үлгісінде оңай түсінуге болады. Серік галактикалар бізге қатты әсер ете алмайды. Дегенмен Андромеда шындығында бізге жайсыздық әкелмек. Теңдей галактикалар бір-біріне бірдей ықпал етеді. Әртүрлі салмақтағы галактикалардың өзара әрекеттесуінде біреуі өзгеріске ұшырайды да, екіншісінің сәл мазасы кетеді. Бір-біріне қарама-қарсы келе жатқан жылдамдықтары да өте маңызды. Бір-біріне қатты жақындаған салмақтары бірдей екі галактика жылдам қозғалып келе жатса, көрші галактикаға көп зиянын тигізбейді. Егер галактикалар бір-біріне қатысты айтарлықтай баяу қозғалса, бір галактиканың жұлдыздары екіншісінің гравитациялық әсерін сезініп, галактика қозғалмай тұрып әрекет етіп үлгереді. Ол үшін өте баяу қозғалу керек. Мысалы, жұлдыз шоғырлары галактикалардың өзара әрекет етуіне таптырмасы орын деп ойлап келген боларсыздар. Ал шындығында галактикалар бір-бірінің жанынан тым шапшаң өтіп кетеді. Сол себепті бұл гравитациялық өзара әрекеттесуге жақсы жер емес. Бір-біріне қарсы баяу қозғалып келе жатқан екі галактика бұл жақсы. Жылдам бұл жаман. Сонымен қатар, бәрі олар бір-біріне қаншалықты жақын келгендігіне де байланысты. Естеріңізде болса, гравитация бұл кері квадраттар заңы. Қаншалықты жақын тұрсаңыз, гравитациялық ауытқу соншалықты қатты. Бұрын айтқанымдай, олардың салыстырмалы айналу бағыты жақындап келе жатқан галактикалардың бір бағытта немесе қарама-қарсы айналғандығы шиыршықты тармақтардың қаншалықты бұралатынына әсер етеді. Бір бағыт шиыршықты тармақтарды жасайды. Басқа бағытта олар көзге әрең көрінеді. Мұның барлығын біз симуляцияның көмегімен түсінеміз. Бірнеше мысал келтіре кетейін. Міне, салмақтары біркелкі емес галактикалар. Бұл иірім галактикасы және оның көршісі бар. Дәл қазір ол артқы жағында алыс орналасқан. Ал 500 миллион жыл бұрын бұл көрші экранның мына жағынан шығып, дискіні қарама-қарсы жағынан айналып өтті. Үлкен траекториямен жүрді. Сонан соң 50 миллионға жуық жыл бұрын мына жағына шықты. Енді шиыршықты галактиканың артында алыста тұр. Сіздер оның М51 үлкен галактика иірімінің тармақтарын сәл қисайтып тұрғанын көре аласыздар. Бірақ аздап қана бұрмаланған. Сәл алыстағы фотосуреттен көріп отырғандарыңыздай, оның айналасында да үлкен галактиканың тармақтарында орналасқаннан материядан гөрі көп бөлігі кіші галактикадан құрылған материя бар. Міне тағы бір ұқсас мысал. Мұнда да шағын галактикалар үлкеніне жақындаған. Киліккен галактиканың шеті төменгі бұрышта. Ол кәдімгі шиыршықты галактиканың тура дискісі арқылы өтіп, өзімен бірге материяның толық ағынын бірге ала шыққан. Ағын қазіргі уақытта қысылып, көптеген жұлдыздар құрылуда. Сонымен тағы да әртүрлі нәтижелер алдыңыз. Дегенмен мен көрсеткендей барлығы құс жолының Андромедамен соқтығысу сияқты көрінбейді. Бұл олардың қаншалықты жылдам қозғалуына және қалған барлық факторларға байланысты. Олар тіпті қосылмауы да мүмкін. Біреуі жай ғана екіншісінің жанынан өтіп бара жатып, талқандап кетуі мүмкін. Оңайлатылған топшылаулар шығаратын осындай симуляцияларды алғаш рет 1970 жылдардың басында ағайынды Томре жасаған. Бірақ тасымалы құйрықтар қалай түрленетінін, бір шиыршықты галактика екіншісіне қалай әсер ететінін көрсететін симуляцияның бірінші нұсқасын жасады. Енді бізде бәлкім сіздер қолданып көрген өте көлемді компьютерлік симуляциялар бар. Сіздер галактиканың нүктелердің жиынтығы деп елестетесіздер. Әрбір нүкте бұл бірнеше миллион жұлдыз. Және сіз екі галактиканың карталарындағы әрбір нүктеге, олардың жылдамдығына, шапшаңдығына, орналасу жеріне әсер ететін гравитациялық ықпалды зерттей отырып, уақытпен алға жылжисыз. Алға жаңа уақыт аралығына адымдайсыз. Ал бұл осындай симуляцияны көрімдеу.
және ғарышта жасалған суреттермен оны салыстыру. Мұнда тек жұлдыздар көрініп тұр. Олар қара материямен әрекетке түседі. Қара материя галактика массасының көп бөлігін алып жатыр. Ол гравитациялық өзара әрекеттесуде үстемдік етеді. Бірақ біздің көзге ол көрінбейді. Дегенмен көрінетін компоненттер галактика жұлдыздарымен не болып жатқанын байқауға мүмкіндік бар. Және бұл галактика айналасындағы қара материяның таралуын дұрыс алып жатырмыз ба деген сұраққа жауап береді. Өйткені басқа жағдайда бұл біз көргеннен мүлде басқа нәтиже береді. Осы симуляцияларда біз өзара әрекеттесу нәтижесіне не ықпал ететінін білу үшін тәжірибе жасай аламыз. Сондай-ақ бірігіп жатқан жүйелердің арғы тектері туралы біле аламыз. Симуляция бізге олардың түрлері, салмақтары бірдей ме жоқ па, және олардың айналу жылдамдығын көрсетеді. Ол өзара әрекеттесу физикасы туралы айтып береді. Сонымен бірге әрбір галактиканың ішкі сипаттарына өзара әрекеттесу қаншалықты қатты әсер еткенін паш етеді. Симуляция үдерісінің нәтижелері қандай екенін анықтауға да көмектеседі. Бұл мәнмәтінге орналастырып, осы суреттерді зерттей алатынымызды білдіреді. Бұл бірінші ме жоқ, екінші әлде үшінші өту ме, оны да анықтай аламыз. Және оқшау ғаламдағы бірігу оқиғаларын салыстырып, уақытпен тағы да алға жылжуға мүмкіндік ашылады. Мысалы, Хаббл ғарыш телескопы жасаған бірқатар ғажап суреттер. Егер симуляцияны соларға негіздеп жасасаңыздар, байқап көруге және егжей-тегжейлі салыстыруға болатын көп нәрселер табылады. Мына жерде бірінші өту көрсетілген. Екі галактика бірін-бірі арқылы әлі өткен жоқ. Олар жақындап келеді. Сөзсіз даму жүріп жатқан жеңіл асимметрия бар. Тасымалы құйрық құрайтын жұлдыздар артта қалды. Екіншісі созылуда. Екінші галактика аздап жаналған. Олар бір-біріне жақындағандағы көрініс осындай. Олар бір рет бірін-бірі арқылы өтіп, мына тасымалы құйрықтарды лақтырып тастағанда симуляциялар оны дәл көрсете алады. Бұл галактикалар тышқандар деген атпен белгілі. Тауып айтылған. Бір шиыршықты галактика қабырғасымен салмағы бірдей екінші галактика арқылы өтеді. Өйткені олар бір-біріне қарама-қарсы бірдей ықпал жасайды. Және біз фотосуреттегі тура сәйкес келетін көрініске ие боламыз. Бұл осы өзара әрекеттесулерде не болатынын жақсы түсінетінімізді көрсетеді. Бірнеше жүздеген миллион жылдардан кейін не болатынын, нәтижесі қандай болатынын меңзеп тұр. Бұдан өзге, бұрын айтқанымдай, сіздер ақтық нәтиженің осы бір оғаш және ғажайып түрлерін тамашалай аласыздар. Айтпақшы соңғы нәтиже туралы. Мына суреттерде анық көрінбейді, бірақ еске түсіріңіздерші, онда көгілдір түс басым. Қосылып жатқан барлық жүйелерге тән сипат, онда белсенді жұлдыз құрылу жүруде. Екі галактика жақындасқанда жұлдыздар бір-бірімен соқтығыспайды. Жұлдыздар оларды бөліп тұрған ара қашықтықтармен салыстырғанда өте майда. Осылайша екі галактиканың бірігуі кезінде жұлдыздардың соқтығысуы өте сирек кездесетін жағдай. Жұлдыздардың көбі бір-бірінің жанынан соқпай өтеді де мүлдем ықпалға ілікпейді. Ал газды бұлт мүлдем басқа. Жұлдыздардың арасындағы кеңістікті толтыратын жұлдызаралық газ бар. Және бір галактиканың газды бұлты басқа галактиканың газды бұлтынан құтыла алмайды. Олар кездеседі. Бір-бірін қысады да сығымдалады. Және ең бастысы, белгілі бір температурадағы газды бұлттың тығыздығын ұлғайта отырып, сіз оның жұлдызға айналу ықтималдығын айтарлықтай жоғарылатасыз. Екі жұлдызаралық ортаның тап осы өзара әрекеттесуі галактикалар қосылуы кезіндегі үшінші мәрте кездесуінде байқалатын. Осындай қарқынды жұлдыз пайда болуын іске қосады. Келесі мысал, соның жарқын бір дәлелі. Бұл антенна галактикасы. Мұнда көзі, мұрты бар жәндіктің басын көруге болады. Егер тағы да Хаббл телескопынан алынған фотосуреттің осы бөлігін ұлғайтатын болсам, жұлдыз құрылудың жарқылы деп аталатын таңғажайып нәрсені көресіздер. Қызғылт газдың ауқымды бұлты, алып шоғырлар, шынында да үлкен көгілдір жұлдыздар. Осы бір жаңа жұлдыз құрылу ерекше құбылысын туындатқан газды бұлттардың сығымдалғанын, жүйелердің бірігу үдерісінің уақытша ерекшелігін көзіміз шалады. Осылайша сіздер галактиканың пішінін жай ғана өзгертіп қана қоймай, жаңа галактиканың өсуіне қарай оның салмағын ұлғайта аласыздар. Сонымен қатар жұлдыздардың пайда болу санын іске қосып, ол галактиканың ішкі механикасына қайта әсер етеді. Және тек бұл ғана емес. Есте болсын, кез келген үлкен шиыршықты галактиканың ортасында орасан зор қара құрдым бар. Біздің галактикадағыдай ұйықтап жатқан болу керек. Үлгісін жасап шығарсаңыздар, жұлдыз емес, галактиканың ішіндегі газдың қалай таралатынын көре аласыздар.
Кейде мына жердегідей галактика өзегінің айналасында дамитын бөгеттің ұзақ тұрақсыздығы нәтижеге айналады. Және бұл материяны өзекке, ал егер орталықта қара құрдым болса, қара құрдымға айдап кіргізудің тәсілі белсенді бола түседі. Симуляция оны көрсетуге тырысуда. Сонымен, екі галактиканың қосылуы қара құрдымды оятудың мүмкіндіктерінің бірі. Бәлкім жаңа белсенділікті ынталандырушы да болар. Екеуі әрбір галактикада қара құрдым болса, екеуі де оянуы мүмкін. Екі галактика қосылғанда, екі қара құрдымда қосылады деп топшылаймыз. Яғни, өте мазасыз галактиканың орталығында бұрынғыдан да белсенді үлкен қара құрдым пайда болады. Оны мына жерден көре аласыздар. Оның радиациялық қысымы өте жоғары. Ол көп газ қағажды. Бұл жай ғана галактикаларда көрінетін газды үлгілеу. Газды үлгілеу кезінде аздап басқа техника жатықталған бөліктер тәсілі сияқты заттарды қамтитын әртүрлі кодтарды қолдану керек. Бірақ тағы да қайталаймын. Сіздер газды бұлттардағы барлық физикалық процестерді үлгілейсіздер. Сонымен екі галактиканың қосылуы құрылған жаңа галактикалардың өзегінде бұрынғыдан да үлкен қара құрдымның құрылуын уақытша оятады деген идея бар. Расында да мына жүйелердің көбіне қарағанда 1980 жылдардағы инфрақызыл астрономияның дамуының арқасында ультра жарқын инфрақызыл галактикалар деп аталған орасан көп галактикаларды таптық. Таңғалдырарлық жарық галактикаларды мұқият зерттейтін болсақ, олардың барлығының морфологиясы бұзылған немесе сыңарлары бар. Олар өзара әрекеттесетін галактикалармен анық байланысты. Әйтсе де анықтап алу керек. Осындай ультра жарқын галактикалардың бірі көз алдарыңызда. Олар әдетте тап осылай көрінеді. Және өзара әрекеттесетін галактикалардың барлық сипатына ие. Бірақ өзара әрекеттесетін галактикалардың барлығы мынадай орасан жарқыл бөлмейді. Кейбір бірігулерде ғана қатты жарқыл болады. Және бұл өзегіндегі жұлдыз құрылудағы жарылыстан болуы да әбден мүмкін. Сондай-ақ орталығындағы қара құрдымның белсенділігімен де байланысты. Онда шаң мен қарауытулардың көптігі соншама. Тіпті рентген телескопын пайдалансақ та, осы галактикалардың қатты сәуле шығару көзін анықтай алмаймыз. Бұл қара құрдым ба, жоқ жұлдыз құрылудың жарылысы ма? Айқындалған жоқ. Бір анығы, өзегінде белсенді процестер жүруде. Квазарларға қараған кезде, сіздердің алдарыңызда белсенді алып қара құрдымдар мен галактикалар, егер алғашқы галактикаға назар аударсаңыздар, онда көп бұрмалануларды табасыздар. Бәлкім олар осы ерекшеліктердің бірігіп жатқан жүйелердің сипатына тән көрсеткіштері болар. Бұл өзектегі белсенді қара құрдымды оятудың тәсілі де шығар. Және қызығы сол, қалыпты шиыршықты немесе эллипстік морфологияға сәйкес емес галактиканы әркез көргенде, бұл өзара әрекеттесудің салдарынан туындаған жағдай деп топшылауларыңызға болады. Мысалы, мынау қызықты шиыршықты галактика. Мұқият қарап, оны кәдімгі шиыршықты галактикамен салыстырыңыздар. Кәдімгі шиыршықты галактикада шиыршықты тармақтар айналу бағытын бет алған. Мына галактикаға тағы бір қараңыздаршы. Ол сағат тілімен бе, жоқ қарсы қозғалуда ма? Ойланыңыздар. Мынау осындай бағытта келе жатыр. Енді мына галактикаға назар аударыңыздар. Сыртқы жеңбұтақтары мына жаққа бұрылған. Олай болса, мына бағытта айналады деп күтесіздер. Галактиканың ішкі бөлігі шындығында мына бағытта қозғалуда. Оның сыртқы шиыршықты жеңбұтақтары бар. Олар айналу бағытымен жүрудің орнына алдына шығып озып отыр. Сол себепті де оның жарты жолда өзгеретін кинематикасы қатты бұзылған. Симуляцияда шиыршықты галактиканың ішінде болатын, яғни шағын көрші галактиканың материалын сорып алған кезде орын алатын дискінің іс-әрекетінде осындай қызық кинематиканы жасай аласыздар. Басқа да мысалдар бар. Солардың бірі қарагөз галактикасы. Галактика бойынша әркелкі таралған шаңды бұлттардың орасан зор саны. Басқа жүйеден алынған іспетті көрінеді. Ал орталығын жақындататын болсақ, басқа кинематиканы байқаймыз. Галактиканың ортасы шетіне қарағанда қарама-қарсы бағытта айналады. Ол айналмалы бағытты өзгертетін үлкен ауытқуды бастан кешіруде. Екі жүйенің ортасындағы осы шөгудің өн бойында сіздер қысылып жатқан газды бұлттарды, орталығы айналасындағы көптеген белсенді жұлдыз пайда болу жерлерін көре аласыздар.
Маңдайлық соқтығысудың нәтижесінде басқа да өзгерістер орын алады. Мынау Доңғалақ галактикасы. Бастапқыда ол біздің туған шиыршықты құс жолы галактикасындай болған. Бірақ тура ортасына өзге галактика кірді. Бұл соқтығысу ортасынан шетіне 150 мың жарық жылына дейінгі қашықтықтағы қатты соққы толқынын тудырды. Оның үстіне бұл соққы толқыны сықпалай отырып газды алға итереді. Салдарынан ашық көгілдір жұлдыз шоғырының сақинасы жаңа жұлдыздар пайда болды. Ал өзегінде шиыршықты галактикалар қалды. Оған кірген галактика суретте көрінбейді. Ол сәл алыста. Егер радио кескінге қарасақ, осы галактикаға келген зақымның нақты себебін көрсететін бейтарап сутегі атомдарының ізі табылады. Бірақ майдайлық соқтығысулар сирек кездеседі. Міне тағы бір мысал. Ол мен көрсеткен соңғы галактикаға ұқсайды. Бұл жұлдыз құрылу сақинасы бар шиыршықты галактиканың қалдығы сияқты. Бұл кескінде маған ұнайтыны, мына галактиканың сақинасы арқылы қарайтын болсаңыздар, артқы жағында тура осындай тағы біреуін көресіздер. Бәлкім біз шиыршықты және эллипстік галактикалардың өзара әрекеттесуінің нәтижесін көріп отырған шығармыз. Кейде кішкентай шиыршықты галактика эллипстік галактиканы айналады. Егер эллипстік галактикалардың полюстеріне жақындаса, полярлық сақинасы бар галактика пайда болады. Дегенмен, мұнда осы жүйені тудырған галактиканы анықтай алмаймыз. Киліккен галактикадан бар қалғаны бұл сыртқы сақина шығар сірә. Өте әдемі полярлы сақиналары бар басқа галактикаларға қарайтын болсақ, атап өтейін. Сақинаның тепе-теңдіктен шыққан эллипстік галактиканы қоршап тұрғанына куә боламыз. Мына жерде де солай, алдыңғы кескіндерде де сондай көрініс. Бірақ өзге бұрыштан қарағанда, сонымен шағын эллипстік және шиыршықты галактикаларды мысалға келтірейін. Эллипстік галактика эллипстікпен біріккенде, әдетте қандай да бір ерекшеліктер қалмайды. Есесіне эллипстік галактикалар шиыршықтыларын жұтқан кезде сіз оны оңай анықтай аласыз. Себебі олар эллипстік галактикаларға тән емес сипаттамалар көрсетеді. Мысалы, шаңды бұлттар. Эллипстік галактикаларда егер бұрын шиыршықты галактиканы сорып алмаса, шаң тозаң бөлшектері жоқ. Енді барлық шаңды бұлттар таралып, эллипстік галактика жұтып қойған. Бұдан өзге осы галактиканың неғұрлым жалпы түрін қарайтын болсақ, онда ұзын доға тәріздес материя жиынтығы бар. Осы шиыршықты галактиканың материясы аталмыш жиынтықтан бәлкім соқтығысу кезінде эллипстік галактиканың өзінен сорып алынды деп шамалап айтуға болады. Тағы бір мысал бар. Бізге жақын белсенді Центавр А галактикасы. Қандай да бір шиыршықты галактиканы жұтып қойған өте қызыл эллипстік галактика. Өйткені шиыршықты галактиканың мына барлық шаңды бұлттары кең жолақ жасай отырып, орталығын айнала қозғалуда. Өзара әрекеттесуі бар жерде Хаббл суретін қайта ұлғайтамыз. Жұлдыз құрылу үдерісі жүруде. Бірақ ол әлі де эллипстік галактикаға ықпал етуде. Мына кескіннен оны көру өте қиын. Егер эллипстік галактиканың жарығын азайтсақ көрінеді. Бұл бұлдыр бүркеу деп аталады. Ол күңгірттік пен құрылымдар танытады. Бірақ эллипстік галактика айналасында діріл, концентрлік шымырлануды көре аласыздар. Бұл қабаттар компрессиялық толқындар, яғни бір нәрсе батып кетіп, жарқылдар тудырады. Оларды эллипстік галактика төңірегінен көре аласыздар. Және кейбір толқындар алдымен бір жаққа, сонан соң екінші жаққа қозғалады. Осындай жарқылдар жүреді. Толқын өз бағытын әркез өзгерткенде, көгілдір жұлдыздар құрылатын шағын сығылысу сақинасын қалыптастырады да, ортасынан шетіне дейін осындай сақиналар кезектесіп отырады. Осындай белгілер арқылы эллипстік галактикалардың өзара әрекеттесуге түскенін түсінеміз. Міне тағы бір мысал. Оларды тіпті эллипстік галактикалар өте әлсіз жарық бөлетін мына жүйеден де көруге болады. Қазір аздап ұлғайтамын. 7 жамылғының бие іспетті. Өте кербез. Бірақ бұдан да нәзік ерекшеліктер іздеулеріңіз керек. Оларды симуляцияда қайталауымызға болады. Бірақ бақылау айтарлықтай қиынға түседі. Әрине, галактикалар жай ғана сыңарымен өмір сүрмейді. Олар галактикалар тобын құрайды. Біздің жеке галактикамыз тек қана Андромедамен әрекеттеспейді. Бізбен көрші өзге де шиыршықты галактикалар бар.
Кейде бұл топтар 3 немесе одан да көп галактикалардан тұрады. Мысалы, мына жердегідей. Бұл арыстан триплеті. Ол ықпалға онша бейім емес. Бір аздап созылған шиыршықты галактика қабырғасымен бізге қарай орналасқан. Оның дискісі деформацияланған сияқты, және қалыңдау болған. Және онда басқа нысанмен өзара әрекетке түскен материяның толысу құйрықтары бар. Кереғарлықты өзгертсек көрінеді. Яғни анықтап қарайтын болсақ, мұндай жүйелер барлық жерден табылады. Галактикалардың мына бір шағын топтары өзара әрекеттесудің ерекшеліктерін іздеуге арналғандай. Мысалы, мына жерде. Бұл шиыршықты галактикадан қалғаны. Ол мына екі алып эллипстік галактикалармен бірнеше бөлікке бөлінген. Таяу уақытта одан еш нәрсе қалмайды. Мына материя осы галактикада жиналып, біз басқа эллипстік галактикаларда көрген күңгірт шаңды бұлттар шығаратынына куә боламыз. Шағын топтардан осындай процестерді тамашалауға болады. Біздің жеке оқшау галактикамыздай галактикалар топтарында галактикалар бөлінген. Олар бірнеше миллион жарық жылы кеңістігін алып жатыр. Шағын топтар көлемі бірнеше жүздеген мың жарық жылындай болатын одан да майда галактикалардан тұрады. Олар біздің құс жолы галактикасынан үлкен емес, және бұл өзара әрекеттесуге жол ашатын жағдайлар. Себебі галактикалар бір-біріне өте жақын орналасқан, және бір-біріне қатысты айтарлықтай баяу қозғалады. Сол себепті де өзара әрекеттесу барысын зерттеуге арналған тамаша зертханалар іспетті. Мысалы, осы барлық галактикалар біздің құс жолы галактикасының еніне тең ауқымды алып жатыр. 100 мың жарық жылынан аз. Мына екі шиыршықты галактика бірігу процесінде. Тағы бір кішкентай мына жерде. Тағы бірінің қалғаны мына жерде болар бәлкім. Ұзын тізбек оңтүстік бөлігіне қарай жүреді. Немесе тағы бір жүйе. Сейферт секстеті. Шындығында секстет емес. Мұндағы бір галактика аялық нысан болып табылады. Бұл аздап шиеленіскен оқиға. Бастапқы бақылауларда бұл секстет деп саналып келді. Ал шындығында артқы жақтағы галактика алыста орналасқан. Мына шиыршықты галактика аздап қисық. Екіншісі кішкене бұзылған, бәлкім бұл эллипстік галактика болар. Мүмкін қандайда бір сыртқы құрылымдар шығар. Шаң жолағы көрініп тұр. Ал мына екі галактика бұрмаланған. Біреуі галактика емес. Топтың 6-шы мүшесі тіпті галактика емес. Бұл толысу өзара әрекеттесу кезінде басқа галактикалардан бөлінетін үлкен бұлтты материя. Сонымен галактикалардың сыртында және олардан бөлінген құрылымдардан пайда болатын расында үлкен өзгешеліктер бар екендігіне көздеріңіз жетті. Міне тағы бір мысал. Бұл Стефан квинтеті. Тағы да дұрыс аталмаған. Бұл галактика басқаларға қарағанда бізге шамамен 7 есе жақын орналасқан. Дегенмен, олардың барлығы өзге галактиканың ықпалына душар болды. Жанаса өтіп, енді кадрдың сыртында қалды. Бұл галактика айтарлықтай қол тимеген қалыпта. Көріп тұрғандарыңыздай, шиыршықты галактика мойнымен созылған. Ал мына екі галактика қосылған. Ғарышқа кеткен жұлдыздар шоғыры мен толысу құйрықтарының доғаларына қараңыздаршы. Әсіресе төменгі бөлігіне назар аударыңыздар. Бұл толысу құйрықтарында пайда болатын жұлдыздар. Сонан соң артқы жағында қалып, жаңа галактикалар құрыла бастайды. Айтайын дегенім, мұнда екеуінің бірігуінен жай ғана алып галактикалар пайда болмайды. Бұл жерде жаңа ергежейлі галактикалар туындайды. Әйтсе де осы шағын топтармен қиындық бар. Олар өте тығыз орналасқандықтан өзара әрекеттесуге жақсы зертханалар құрайды. Бірақ айтарлықтай шапшаң әрекеттесуі керек. Және бізде таяу ғарыштан көре алатын барлық шағын топтар арасында аздап сәйкессіздік бар. Егер симуляция олардың барлығы бір-бірімен өте тиімді және өте жылдам өзара әрекеттеседі деп бағамдаса, біздің айналамызда осынша көп шағын топтар болмауы керек. Атап айтқанда, олардың бірігуінен көп қалдықтар көзге түсуі тиіс. Біз іздеген шағын топтардың қалдықтары бірігіп кеткен деген байлам бар. Олай болса, оқшауланған эллипстік галактикаларды, яғни көршілері жоқ эллипстік галактикаларды іздеуіміз қажет шығар. Өйткені ол барлығын жұтып қойған. Оны дәлелдеу өте қиын. Қосымша сипаттамалар қажет. Көршілері жоқ. Сонымен қатар, кезінде бұл жерде топ болғандығын дәлелдейтін басқа да сипаттамалары бар алып эллипстік галактика қажет. Бұл әлі күнге дейін өте аз ашылған қазбалы топтар. Төңіректегі шағын топтардың санын ескере отырып, сіз күткеннен де аз. Тағы бір мысал. Мұнда көріп отырғандарыңыз, көршілерсіз оқшауланған эллипстік галактиканың оптикалық көрінісі. Рентген сәулесі көк түспен көрсетілген. Рентген кескінінде ыстық газды байқауға болады.
болады. Ол топтанудың ерекшелігін бәрінен де жақсы көрсетеді. Және бұл таңғаларлық. Бізде ыстық рентген галосымен қоршалған, температурасы топқа немесе оқшауланған эллипстік галактикаға қарағанда, галактикалардың шоғырына сәйкес келетін алып эллипстік галактика бар. Сол себепті бұл қазбалы топтың мысалы сияқты. Бірақ топтарды үлгілеген кезде және ақтық өнімі біз күткеннен аз материясы бар шынайы жағдай арасында үлкен кереғарлық бар. Сонымен, осы шағын топтар айтарлықтай таяуда пайда болған деген болжам бар. Олар тығыздығы төмен ғалам салаларында құрылады. Олар жиналу үшін біршама уақыт керек және бірігу кезеңіне жетпес бұрын топтың бір бөлшегі болатын үнемі жаңа галактикалармен толығып отырады. Немесе бұл үлгілеудегі қателік болуы ықтимал. Бәлкім осы топтар төңірегінде күңгірт материя көп шығар. Әрбір галактиканың айналасындағы қара материяның галосын басып алудың орнына бөлісетін болар. Біз болжамдағаннан өзара әрекеттесудің жылдамдығын төмендететін қара материяның ортақ галосына ие болар. Бұл олардың ұзақ өмір сүруін түсіндіре алады деп ойлаймын. Осы бір нақты шағын топтарды түсіну үшін көп жұмыс атқаруымыз керек. Ал енді галактикалардың қалыптасуына оралайық. Міне, бақашбақ галактикасы бұл жаппай бейберекетсіздікке әкелген шиыршықты жең бұтақтардың вертикальды бұзылуын тудырған кіріккен нысанның қалдықтары бар үлкен шиыршықты галактика. Ал мына құйрықтың ұзындығы 300 мың жарық жылына тең. Бұл кішкентай құрылым емес. Галактикадан алыста көгілдір жұлдыздар шоғырының түйіндерін байқауларыңызға да болады. Себебі бейтарап газдың бұл құйрықтары жай созылмаған. Мұнда олар арқылы өтетін қысылу толқындары бар. Тығыздығы үлкен болғандықтан қысылып жұлдыздар пайда болады. Мына бөлігін ұлғайтатын болсақ, миллиондаған жұлдызға ие жұлдыз шоғырларының түйіндерін көре аламыз. Бұл алып жұлдыз шоғырлары. Әрі қарай мынадай жағдай болады. Осы құйрықтың көп бөлігі соңында ыдырап кетеді, ал жұлдыздар шоғыры қалады. Нағыз бақашбақ сияқты ол өз құйрығынан айырылады да, артында жаңа ергежейлі галактикаларға айналатын осындай кішкентай жұлдыздар шоғырының жиынтықтарын қалдырады. Біз мына жерден көріп тұрмыз. Жеке жұлдыздар тобы бар. Шалғай жұлдыз аралық кеңістікте. Стефан квинтетінде қалай болатынын да көрдік. Тағы бір мысал. Ең үлкен шиыршықты галактикалар. Олардың ені 500 мың жарық жылын құрайды. Ол мына киліккен галактикадан толық тарқатылған іспетті. Мұнда көгілдір жұлдыздар өте көп. Ультракүлгін сәуледегі кескінге көшсек, газ толығымен ыдырап кеткен тура мына құйрықтың шетінде жаңа ергежейлі галактиканың ұрығын көруге болады. Аталмыш процесс барысында жаңа ергежейлі серік галактикалар құрылады. Және міне үздіктері. Әуесқой астрономияға арналған нысандар. Үлкен шиыршықты М81 және М82 галактикалары. Біреуі бізге қабырғасымен орналасқан. Екіншісі сәл қисайған. М81-дің шиыршықты тармақтарының аздап бұрмаланғанын көре аласыздар. Шет жағында орын тепкен М82-ның қиындықтары айдан анық. Жұлдыз құрылудың күшті процесі М81-дің жақын орналасуынан туындап, орталықтан шыққан газ тәрізді сутектің үлкен ағыны. Және олардың арасында материя көп. Оптикалық кескінде көрінбейді, бірақ радиодиапазонда айқын бейнеленген. Олар газ ағынын тартуда және де арасындағы осы газдың жиынтығын байқай аламыз. Өзара әрекеттесудің басқа да әсерлерін көруге болады. Көгілдір кескінге көшейік. Мына жерде жұлдызды шоғырдан тұратын арп ілмегі деп аталған үлкен бұғалық бар. Бұл жұлдыздар шоғырының үлкен тобы. Көгілдір жұлдыздар жақсы көрінетін ультракүлгін кескінге көшейік. Көптеген жұлдыздар шоғыры бар. Жаңа серік галактиканы көре аласыздар. Кескінді былай аударып, тек бір шағын бөлікті ұлғайтсақ, жеке көгілдір жұлдыздар шоғырын, жұлдыз аралық кеңістікте құрылатын жұлдыздар массасын тамашалай аламыз. Яғни галактикаралық кеңістік осы галактикалардың бірде-біріне жатпайды. Аталмыш кеңістіктің материясы бірігіп, жаңа ергежейлі галактикалар құрайды. Сондай-ақ қазір М81 серік галактикасы саналатын Холмберг 9 деп аталатын нысан бар. Бірақ ол Магеллан бұлтына ұқсамайды. Және ол газ жиынтығының жанында орын тепкен. Ол да өзара әрекеттесудің нәтижесі сияқты. Соңғы айтарым, бірігу процесі мен көрсеткендей галактиканың табиғатын толық өзгерте алады. Оның салмағы ұлғаяды, белсенді жұлдыз құрылу басталуы ықтимал. Оның морфологиясы өзгеруі мүмкін. Осы үдерістің көмегімен галактиканы қатты өзгертуге болады. Бірақ жақын ғарышта бірігу өте сирек болады. Ал бұрын осындай процестер жиірек орын алған болса ше?
Галактикалардың көбі үлкен жарылыстан кейін алғашқы бірнеше миллион жылдан соң құрылған деп топшылаймыз. Олардың көбі бірден құрылған. Бірақ ондай болса, құрылым сатылы түрде жүреді. Алдымен галактикалар қалыптасады. Содан соң топтар құрып бірігеді. Топтар өз кезегінде шағын шоғырларға бірігеді. Содан кейін ғана осы шоғырлар одан да үлкен шоғырларды қалыптастырады. Бұл құрылымдар қалай жүретіні туралы қазіргі біздің түсінігіміз. Дегенмен көп кішкентай галактикалар болған ғалам дамуының ерте кезеңінде бірігулер ғажап кең таралған болар. Жақын ғарыштан анық көріп тұрған осы бірігу процесі галактикалардың құрылуының ерте кезеңі мен дамуын пысықтап алуымызға көмектеседі. Бұрын бірігу жылдамдығы айтарлықтай жоғары болса, бұл біз бүгін көріп отырған галактика құрылымын түсінудің жақсы тәсілі шығар. Және галактикалардан бізге жету үшін жарыққа орасан көп уақыт, миллиард жыл қажет болғандықтан, терең ғарыш кескініне зер салсаңыздар, өте алшақ жатқан нысандарды байқайсыздар. Олар өте ерте галактикалар саналғандықтан, бұрынғы түпнұсқасын тамашалай аласыздар. Ал бұл терең ғарышта орналасқан галактикалардың кескіні. Егер алыс галактикаларға, олардың құрылымдарына зер салсаңыздар, олардың көбі пішінсіз екенін байқайсыздар. Әрине, техникалық терминге жатпайды. Кейбір адамдар оларды тіпті лего галактикалар деп атайды. Сондықтан толысу құйрықтары сияқты өзара әрекеттесудің іздерін ғана емес, сонымен бірге көп мөлшерлі құрылымды көре бастайсыз. Және де өте оқшауланған жағдайдағы кейбір мысалдармен салыстырасыздар. Меніңше, жақын ғарыш та көп емес. Бәлкім біз қазір зерттеп жатқан бірігу процестері галактикалардың қалыптасуының алғашқы сатыларына және дамуына жол ашып, галактикалардың ғалам шетінде қалыптасып, дамитындығы туралы кең контекстті ақпарат беретін болар. Бұл соқтығысатын галактикалар туралы дәрістің соңы. Мен көрсеткім келген нәрселер өте көп, бірақ оларды 55 минутқа сыйғызу мүмкін емес. Мен жай ғана соңғы слайд үндеуді көрсетем. Бағдарлама таспаға жазып алу үшін қолжетімді болады. Ал басып шығарылған бағдарлама шілде айында қолжетімді болмақ. Бұл келесі семестрге арналған менің дәрістерімнің күндерін көру үшін жасалып отыр. Рахмет. Видео халық қайырымдылық қоры қолдауымен аударылып дыбысталған.